Ауылда бала кезімізде екі жаққа екі кірпішті қойып, тесік топпен жалаң аяқ ойнайтын футболды бұл жерге келсеңіз бірден ұмытып кетесіз. Әлемдік стандарттарға сай салынған Астана Арена стадионындамыз. Ендеше еліміздің мақтаныштарының біріне қош келдік. Бірге жағалап қайтайық. Кет. Don't stop, 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 Әлемде жылжымалы шатыры бар 6 стадион болса, соның біреуі осы Астана Арена стадионы. Бұл жерде көрермендерге арналған 30 000 орын бар. 16 000 төменгі және де 14 000 жоғарғы террассалар. Бұл жерде кез келген орыннан ойында болып жатқан ойында ешқандай кедергісіз тамашалауға болады. Керемет стадион. Құрметті достар, дәл осы орындарда кез келген осы жерде ойнайтын командалардың жаттықтырушылары, қосалқы құрамы осы жерде отырады. Оларға арналған, әр командаға арналған 22 орын бар. Ойынның әділдігін бақылап отыратын 3 судьяға арналған осы орындар. Құрметті достар, дәл осы жерде әлемге әйгілі футболшы Златан Ибрагимовичтің өзі жүгірген. Тура осы жерде. Жоқ. Мына жерде жүгірген екен. Сезіп тұрмын кәдімгі. Осы жерде жүгірген кәдімгі бүйтіп ойнаған. Достар, бұл Астана Арена стадионының шатыры бар жоғы 20 минуттың ішінде ашылып жабылып үлгереді. Алаңда ойын болып жатқан кезде есепті арнайы заманауи стандарттарға сай таблодан LED экраннан тамашалай аласыздар. Бұл стадионды құрастыруға 11 500 тонна темір жұмсалған екен. Біз қазір бос алаңда отырмыз, бірақ ойын кезде бұл жердің атмосферасы мүлдем бөлек. Көріңіздерші. Астана футбол құрамасы алаңға шығып ойын басталады. Жанкүйерлік болыңыздар. Және де бұл стадионның фойесінде арнайы 800 метрлік резинадан жасалған жүгіру жолағы бар. Стадионға кірген кезде бірден алуларыңыздан осындай арнайы дүкендер шығады. Егерде ойынның арасында тайм-аут кезінде қарындарыңыз ашса, осы жерге кіріп тамақтанып алсаңыздар болады. Армен қарай жағалап коридормен жүретін болсаңыздар, секторларға бөлінген стадионның ішіне кіретін есіктері бар. Ал бұл президенттік ложа. Бұл жерге тек қана лауазымды қонақтарымыз, арнайы қонақтарымыз ғана келіп отыра алады. Бұл жерден ойын тамашалау мүлдем бөлек екен. Мен бірінші рет отырып көріп отырмын. Күшті кәдімгі.
Ал дәл қазір алаңда жабық жаттығу жүріп жатыр. Құрметті көрермендер, бұл Астана Арена алаңы. Бұл 2009 жылы 3 шілдеде құрастырылған, түрік компаниясы құрастырылған. Бірінші орындар астыңғы болады, үстіңгі орындар болып саналады. Астыңғы орындар 16.000 орындықтар орналасқан, бүкілі пластмассамен жабдықталған. Үстіңгілер 14.000 орындықтар. Жалпы саны 30.000 орындық болып табылады. Бұл жердегі және арнайы атап өтсек, үлкен концерт жобалары болған. Бірінші ең алғашқы рет воротаға кеп елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев гол салған болатын бірінші қақпаға. Бірінші ашылған кезде Астана Локомотив ол кезде болған. Сол құрамасымен сосын жастар командасы, Астана жастар командасы ойын ойнаған болатын. Мына жақта ойыншыларға арналған орындар бар, және судьяларға арналған, төрешілерге, яғни үстіңгі қатарда VIP кабиналар орналасқан болатын. Бұл жерде жасанды газон орналасқан, себебі көп концерттер болады, ойындары болады, бокс алаңы істесе болады. Және де бұл жерде негізгі және қосалқы командалар көп ойын өткізетті, сол себепті шыдау үшін салынған жасанды газон. 1,5 метр жылулықты береді. Бұл алаңда арнайы жылу қамтамасыз етілген. 1,5 метр биіктікте жылу кеп тұрады. 15 градусқа дейін ойыншыларға арналған. Құрметті достар, президенттік ложадан бөлек арнайы 26 VIP бокстар бар. Құрметті достар, бұл VIP бокстарда осындай ыңғайлы жұмсақ дивандар орналасқан. Осы жерде отырып, жақсылап жайғасып алып, ойынды тамашалауға болады. Ал жақынырақ көргіңіз келсе, есіктен шығып қарай беруіңізге әбден мүмкін. Ал біз қазір басқару пунктіндеміз. Дәл осы жерде, осы бөлмеде әуенмен әрлеушімен таблодағы LED экранға жауап беретін жандар осы жерде отырады. Take it to the top, take it. Ал мінеке құрметті көрермендер, дәл қазір Астана Арена алаңында Қазақстан-Латвия матчы басталғалы жатыр. Қазақстандық футбол ойыншыларымен таныс болыңыздар. Бүгін алаңда ойнайтындар. Бірінші номерде Ненат Эрик, екінші номерде Сергей Малый, 7-ші номерде Серикжан Мужиков, 9-ші номерде Бауыржан Исламхан, 10-ші номерде Георгий Жуков, 14-ші номерде Роман Муртазаев, 15-ші номерде Бауыржан Тұрысбек, 16-ші номерде Ғафуржан Сүйімбаев, 19-ші номерде Бақтияр Зайнуддинов, 21-ші номерде Абзал Бейсебеков және де 23-ші номерде Юрий Лагвиненко. Қазақстан футбол құрамасының бас бапкері Станимир Стаилов. Ендеше құрметті көрермендер, Латвия командасына сәттілік тілейміз, ал біздің қазақстандықтарға әрине жеңіс. Take it to the top, take it to the top, let me take it to the top. Take it to the top, let me take it to the top. Take it to the top, let me take it to the top. Take it to the top, let me take it to the top. Take it to the top. Құрметті достар, бұл жер қонақ командаларға арналған киім ауыстыру бөлмесі. Өте ыңғайлы, қараңыздаршы, өте әдемі жасалған. Және де мына жағында команда ойыншыларына арналған хауыз бар, және де жуынатын бөлмелері де бар. Ал мына жерде массаж креслосы бар. Камераны қойып, массаж деп берші. Кел. Take it to the
Ал бұл жер Қазақстан Республикасы Қорғаныс Министрлігі әскерінің орталық спорт клубының жаттығу залы. Достар, көріп тұрғандарыңыздай Астана Арена стадионында жекпе-жек залы да бар. Дәл қазір спортшылар елбасымыздың кубогына дайындалып жатыр. Біз қазір балаларға арналған кіші жаттығу залындамыз. Бұл жерде 200 метрлік жүгіру жолағы бар, резинадан жасалған, және де 2 мата, оған қоса 2 ринг алаңы бар. Ал біз қазір конференц залына келдік. Бұл жерде бұқаралық ақпарат құралдары ойыншылармен, бапкерлермен ойынға дейін дайындық жайлы, ойыннан кейін ойын қалай болғаны жайлы келіп тілдесе алады, өздерінің сұрақтарын қоя алады. Құрметті достар, бұл алаңда әлі талай жеңістерге жететінімізге сенімдімін. Отандық футболды бірге қолдайық. Астана Арена стадионы сіздерді әрқашанда күтеді.